Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен бірге 74-ші размерге арналған, яғни 74-ші размердің размерлері осындай болады. Соған арналған бала киімінің сызбасын сызатын боламыз. Алдын бала киімінің сызбасын түсіргем. Кішкене қараңғы, түсініксіз болғандықтан тағы бір түсірейін деп шешім қабылдап отырмын. Енді ең бастысы жоғары жақтан 5-6 см қалдырамыз. Даже 4 см қалдырсақ та жетеді, және сол нүктені А деп белгілейміз. Және бұл жерде мынандай формулалар қолданады. АГ тең болады глубина проймы қосылған прибавка. Мына прибавканы қазір айтатын боламын. Киімнің прибавкасы, мысалы, мына киімге 3 см қосымша берейік. Қосымша берейік. Қосымша, яғни прибавка деген сөз. Және ол 3 сантиметріміз киімнің алдына, қол ойығына және артқы бөлігіне бөлінеді. Бөлінген кезде, мысалы, қол ойығына жеке, мысалы, қазір сызу барысында оны тағы айтамын. 3 сантиметрді алайық дейік. Енді глубина проймы деген прибавка, қол ойығы кішкене жабысып емес, кішкене кеңдеу тұру үшін 1,5 сантиметр берейік. Глубина проймы бізде 8 сантиметр болғандықтан, бұл жерде АГ-мыз 8 сантиметр қосылған 1,5 сантиметр, 9,5 сантиметр болады. Содан А нүктесінен төменге қарай 9,5 сантиметр қалдырамыз. Ол мына жер. Бұл жерді Г нүктесі деп белгілейміз. Келесі қадам АТ нүктесі. Т деген тали дегенді білдіреді. Длина тали до тали спинки. Яғни ол бізде 19 сантиметрге тең. Бұған прибавка қосуға да болады. Үлкендердің киімде қосатынбыз, кішкентайдікіне қосуға да болады. 19 сантиметр. Яғни А нүктесінен бастап төменге қарай 19 сантиметр. Бұл жерді Т нүктесі деп белгілейміз. Келесі қадам ТБ. ТБ дегеніміз ол тали бедро деген сөз. Ол высота бедроға тең. Ол бізде 10 сантиметр. Яғни осы талиден тұрған жіптен бастап бөксе сызығына дейінгі ара қашықтық. Және длина изделия дейді. Длина изделия ол 7-ші мойын омыртқадан бастап төменге қарай, мысалы, бізде 40 сантиметр деп алдық. Мына жерде бөксе сызығы, мына жерде сол киімнің ұзындығы. Мысалы, көйлек сызғанда керек болады. Енді осы нелерден, сызылған нүктелерден горизонталь осындай линия жіберіп қояйық. Горизонталь линия түзу жіберейік. Қисық емес, прям түзу алып. Мына осылай. Бұл киімнің негізгі нелері бел, бөксе және қол ойығының сызықтары, мынау мойынның сызығы. Енді келесі қадам осы Г нүктесінен Г1 ол тең 1 бөлінген 2 ширина спины қосылған 1,5 сантиметр. Келесі қадам 1,5 сантиметр дедік па? Келесі форманы жаза өтейін. Г1, Г2 ширина проймы қосылған 1,5. Менде 3 сантиметр дедік. Мына жерге 1 сантиметр жіберейік. Мына жерге 1,5 сантиметр жіберейік. И алдына Г2, Г3-ге 1 бөлінген 2 ширина груди қосылған 0,5 сантиметр деп жүрейік. Енді қарап тұрсаңыздар, бағанадан жоғарыда айтқан 3 сантиметріміз бізде арқа жағына 1 сантиметр жібердім, қол ойығына 1,5 сантиметр, алдыңғы бөлігіне 1 сантиметр. Үшеуінің қосындысы менде 3 сантиметрді беріп тұр. Енді тағы бір айтатын жайт, баланың киімін үлкендерге қарағанда ширина спинімен не бірдей болғандықтан, ширина өлшемін тауып алайын. Баланың киімінде мынау ширина грудимен охват грудимен ширина спины почти бір жерден өтеді баланың киімінде. Сондықтан мынау екі қосындысы ширина грудимен ширина спины және ширина проймы деген. Ширина проймы, мысалы, 14-те ширина проймы, осылай өлшенеді. Соның үшеуінің қосындысы бізге охват грудиді беру керек. Сонда қарап тұрсаңыз, ширина охват груди тең болады ширина спины қосылған ширина груди қосылған, енді бізде екі қол болғандықтан екі ширина проймы.
бізде ширина спинамыз, охват грудиміз 51 деп алсақ, ширина проймамыз белгілі, иә, ширина проймы 6 сантиметр, 2-6 сантиметр. Енді мына жерде ширина спина мен ширина грудидің ара қашықтығы 1 сантиметр, 1-1,5 сантиметр. 1 сантиметр деп алғанның өзінде ширина груди кішкене 1 сантиметрге үлкендеу. Сонда былай қарасаңыз, калькулятормен есептеп көрейік қазір. Бізде 51 сантиметр шығу үшін мендегі бастапқы берілген өлшем бойынша интернетте 18-19 сантиметр деп тұр, иә. Санайық, мына жерде мысленно 19 дейік. Мына жерде 18 дейік. 19 қосылған 18, 19 қосылған 18, қосылған 6, қосылған 6. 49 сантиметр, яғни маған тағы 2 сантиметр жетпейді охват грудиға. Сондықтан мен мынаны 20 деймін, мынаны 19 деймін. Сонда ширина груди менде 19 сантиметр, ширина спины наоборот. Мына жерде ширина груди болса, мына жерде ширина спины, мына жерде ширина спины 19 сантиметр болады да. 19 сантиметр мынау 20 сантиметр болады. Сонда бәрінің қосындысы менде охват грудиді береді екен. Және кішкентай балада охват груди, охват тали, охват бедро деген болады. Енді кішкентай балада кішкене қарны қампиып солай тұрғандықтан мыналар мысалы 51, охват талиңіз 49, иә, охват бедроңыз 52 деген болса, мынау А мен Б-ның ара қашықтығын, немесе охват грудиді біз мынау 52 сантиметр деп аламыз. Себебі баланың киімі түзу болғандықтан, мынандай ешқандай бөгетешке осындай шығып тұрмайтын болғандықтан, ең үлкен размерді алып, оны тіке сызып істей саламыз. Міне осындай нюанстары бар. Енді мынау Г1, Г2 формуласын есептейтін болсақ, бізде ширина спинамыз 19 дедік. 19-ды 2-ге бөлеміз. Сөйтеміз да оған 1 сантиметр қосамыз. Онда 5 сантиметр. Онда 5. Г1, онда 5 сантиметр. Глубина проймы, онда 5 сантиметр дегеніміз жер болады. Осы жерді Г1 нүктесі деп белгілейміз. Келесі ширина проймы бізде 6 сантиметр, оған 1,5 қоссақ, 6, 1,5, 7,5 сантиметр болады. Келесі бұл жерде Г2 дейміз. Мына жерде Г1, Г2 деген сөз, мына ара қашықтық, яғни мынау отрезок деген сөз. Содан Г2, Г3 дегеніміз ширина грудиіміз 20. Мына жерде 20 деп алдық. 20-ны 2-ге бөлсек 10, 10-ға 0,5-ті қоссақ, онда 5. Сонда бізде мынандай не шығады екен. Осы жер, қиылысқан жерін Б деп белгілейміз. Мына жерді Г3 деп белгілесек болады. Енді осы сызылған нүктелерден жоғарыға қарай перпендикуляр түсіріп, оларды мысалы мына жерде П, мына жерде П1 деп белгілейік. Міне осылайша қарап тұрсаңыз 29 сантиметр шығып тұр. Мынау 3 сантиметр дегеніміз, жоғарыдағы 3 сантиметр дегеніміз, ол жарты жақ бөлікке берілетін қосымша болып есептелінеді. Яғни жалпы киімге берілетін қосымша сонда 6 сантиметр деген сөз. Мынау жарты бөлігі ғой, бір арты, жарты арты, бір қолы, жарты алды демек. Бұл жерге 3 сантиметр берілсе, бұдан 2 еселенгенде 6 сантиметр, яғни полный кругқа 6 сантиметр қосымша берілді. Сонда 6 сантиметр қосымшамыз бар, қосылған. 6 сантиметр қосымша. Мына жерде 29 сантиметр болып тұр. Сонда қарап тұрсақ, 29 көбейтілген 2. 29 көбейтілген 2, 58 алынған 6. Бұлай болады. Мына жердің ара қашықтығы, ол дегеніміз охват грудиді қосылған 2-ге бөліп, охват грудиді 2-ге бөліп, қосылған 3 сантиметр деген сөз. Сонда примерно былай болады. 52-ні 2-ге бөлсең 26, қосылған 3 сантиметріміз 29, яғни біздің ара қашықтығымыз 29 сантиметр болып тұр. Осылай тексеру жолы. Енді келесі қадам, енді мойынды құрастыруға кірісейік. Енді көріш нүктесінен жоғары қарай жібердік. П точкасы алынды. Г2-ден төменге қарай жүргізіп, қалаған ұзындыққа дейін жіберсек болады екен мына жерден, бірақ мен осылай тұрғыза саламын.
келесі қадам мынау Т1 нүктесі, мына жер Б1 нүктесі, мына жер H1 нүктесі болса, онда бізде длина талии полочки или переда 20 сантиметр болды ғой. Осы Т1 нүктесінен жоғарыға қарай 20 сантиметр қалдырамыз. Сонда ол 20 сантиметріміз былай болады екен. Осы жерді Ш деп белгілесек, енді мойын ойығының есептеу формуласы 1 бөлінген 6, мысалы А1 дейік. Ол деген 1 бөлінген 6 охват шеи қосылған 1 сантиметр. Біздің жағдайымызда охват шеямыз 25, если не ошибаюсь, 25 сантиметрді 1 бөлінген 6 деген сөз, яғни мына жерге 25-ті қоямыз деген сөз. 25 бөлінген 6 қосылған 1 сантиметр деген сөз. 25-ті 6-ға бөлеміз, қосылған 1 сантиметр. 5-те 16, яғни 5-те 2 деп алсақ болады. 5-те 2 сантиметр. Сонымен осы жерден бастап жоғарыдан Ш нүктесін белгіледік қой мына жерде. Мынау мысалы В нүктесі, мына жерде тұрған мынау Ш нүктесі. Осы Ш нүктесінен төменге қарай 5-те 2 сантиметр осындай жүргіземіз. Мына сызықты горизонталь жүргізіп, мынау Q2-ден шыққан сызықпен қиылысатындай етіп, осы жерден тоже 5-те 2 сантиметр жүргіземіз. Сөйтеміз де мына жерден дөңгелек сызамыз, радиусы тағы 5-те 2. Сөйтеміз де мынандай ойық пайда болады. Ойық пайда болады. Енді мынау белгіленген нүктеден, бұл P1 емес, P1 деген мына жер, белгіленген нүктеден төменге қарай 3 сантиметр. Мынау кішкене совсем кішкентай баланыкі болғандықтан 3 сантиметр менің ойымша көп болып кетеді, қатты қиғаш болып кетеді. Сондықтан мен 2,5 алайын, 2,5 сантиметр алайын. Сөйтемін де осы 2,5 сантиметр қол иығына былай қосқан кезде, даже 2 сантиметр алсам да болады. 2 сантиметріміз дегеніміз осы жер болады екен. Яғни өзімізге жазылайық 2 сантиметр. Бұл фиксированный нелер, цифралар, олар үлкен адамда өзгеріп отырады. Кішкентай баланың бүкіл размерлерін алу мүмкін емес болғандықтан, олар среднем 3 сантиметр деп жазылған. Міне осылай алдық. Енді осы Q2 нүктесінен 1,5 сантиметр шығарайық. 1,5 сантиметр, немесе жарайды 2 сантиметр шығарайық. Былай қарай Q1-ден тоже 2 сантиметр былай шығарайық. Бисектриса. Сөйтеміз де мына ара қашықтықты 2-ке бөлеміз. 10 сантиметр, менікі 5 сантиметр деп 2-ке бөлеміз. Сөйтеміз де осы жерден осылай ойық істейміз. Мына Q1 мен Q2-нің ортасын, Q1 мен Q2-нің ортасын бізде жаңа қанша болды? Ширина проймы. Мына жерде жазылмапты. 6 болса 7,5, 7,5, 3-те 75 мына жері болады. Қол ойығы осылай шығып тұр. Енді артқы бет немесе артқы бой деймін. Осы жерде жаңа мойынның ойығы бар ғой, соны 5-те 2-ні жүреміз былай. 5-те 2 жоғары қарай, негізі положено 2 сантиметр. Бұл совсем кішкентай бала болғандықтан мен 1,5 сантиметр қалдырам. 1,5 сантиметр қалдырдық. 1,5 сантиметр жоғарыға түстік та, мына жер А1, мына жері А2 деп белгілей салсақ, мына жерде осылай сызамыз. Және мына жерден төменге қарай сызба бойынша 1,5 сантиметр түсу керек. Сызба бойынша төменге қарай 1,5 сантиметр түсу керек. Мен бұл жерден 1 сантиметр түсем. Сөйтемін де осымен өтетіндей осылай сызық жүргізем. Сөйтеміз де осының ара қашықтығын 10-ды 2-ке бөліп естейміз. Сөйтеміз де былай қол ойығын оформять етеміз. Міне баланың қол ойығы шықты. Мына жерді былай қиғаш істеуге де болады. Или осылай. Енді кейбір киімдерде баланың қолы притык болып қалмас үшін мына жердегі ара қашықтықты 1-2 сантиметрге түсіреді. Бұл 2 сантиметрге түсірген кезде, мына даже 2 сантиметр, 1,5 сантиметр. Мысалы бізде 1,5 сантиметр түсірді дейік. Сонда қол ойығы кішкене төменге қарай жылжитын. Мына жерде жаңағы мынау бисектрисаны уже мына жерден шығарамыз. Осылай қолдан істей салуға да болады. Немесе бисектриса сызып әрлеуге болады. Міне қол ойығын кеңейттік. Мынау основасы болса, мынау уже кішкене денеден қайылып тұратын түрі. 1,5 сантиметр қол ойығында кеңдік бар, 3 сантиметр жалпы киімде жарты бөлігінде кеңдік бар. Енді тура осы нүктеден төменге қарай түсе саламыз. Сонда бұл жан сызығы болады. Міне осылайша баланың киімінің сызбасы дайын болды. Мынау алдыңғы бөлігі, мынау артқы бөлігі. Енді бұл негізгі алдыңғы
неге қарағанда бұл жерде мен мынандай өзгерістер енгіздім. Мына жерде жоғарыға қарай положено 2 сантиметр болса, мен бұл жерде 1,5 сантиметр көтерілдім жоғарыға қарай. Именно мына нүктеде. Ал мына жерде 3 сантиметр төменге түсу керек болатын. Мен 2 сантиметр төменге түстім. Тағы бір ескере кететін жайт 6. Міне болды, дайын екен оказывается. Мынау арты, мынау алды. Осылайша біздің қол ойындысы кеңейтілген, кеңдікке 3 сантиметрге берілген бала киімнің сызбасы дайын болды.